жақсы шарамызды бастай берейік дейміз. Қайырлы күн, қадірлі қонақтар. Сіздерді Ақтөбе облыстық өнер музейінде көргеніме қуаныштымын. Тамаша шараның барысында Сапура Мәтенқызына арналған шығармашылық дөңгелек үстелде пікір таласып, өзіміздің ұсыныстарымызды білдіріп, бас біріктіріп отырғанымыз, бас қосуға келгендер үшін қуаныштымын. Қош келдіңіздер. Қазақ тарихы ерлікке толы тарих. Сол ерліктің бір шоқ жұлдызы ел азаттығы жолында күрескен батыр қыз Сапура Мәтенқызы. Бүгінгі бас қосу ерлікке тағзым, батыр рухына құрмет. Сонымен қатар 2028 жылы Сапура Мәтенқызына арналған республикалық деңгейдегі ірі мәдени тарихи шараның алғашқы қадамдарының бірі десек болады. Және маңызды қадам десек те, маңызды кезең. Біздің мақсатымыз батыр қыздың тарихи бейнесін көркем өнер арқылы жаңаша танытып, болашақ шығармашылық жобалардың нақты бағыттарын айқындау. Біздер осы кезекте өнер адамдарын, қоғам қайраткерлерін, ақындар мен жазушыларымызды ортаға шақырдық. Пікірлесейік, алдағы жұмыстарымыздың жоспарын қояйық және бірігіп бір адамдай осы істі сол мәресіне жеткізгенше тыным таппай жұмыстанайық деген біздің өзіміздің қағидамыз бұл. Тарихи тұлғаның бейнесі халық жадында ең алдымен көркем сөз арқылы сақталатыны ол нақты. Осы бағытта өзі ой пікірлерін білдіру үшін біздер бірқатар ағаларымызға, апаларымызға сөз бергіміз келеді. Алғашқы сөзді ақын, жазушы, сөз бастаушымыз ақыл кеңесті айтып, біздің жанымызға жылытатындай, ұялатындай, артына бізге аманат етіп айтатыны болса, қазір Ағдәулетұлы Мейірхан ағамызға сөзімізді берейік. Аға, сөз кезегі сізде, осы жақсы бас қосудың шымылдығы сөзін ашып беріңіз. Рахмет. Отырып айта бергеніңіз жөн болар. Микрофон бергізейін бе? Микрофон бергізсем. Енді біз осы бірталай уақыт болды, өзім осы күні қуанам ішімнен. Осы Сапура Сапар апамызды әдеп жазбада солар, соны қозғап, осындай деңгейге дейін жұртқа танытып, едәуір танытқан жұрт білет, көптеген мақалдар жазылды, көптеген сөздер сөйленді, көптеген бұлай шаруалар жасалды. Мына Исламғали отыр. Осы Исламғалидің бастығын қазір. Осыған ұмытағанын ешкімге де алмаймын. Өзім жақсы көремін. Біріншіден, бұл әсіресе қазақ үшін өте ерекше тұлға болып қалыптасып келе жатыр халықтың санасында. Расымен солай болған. Өйткені қарап отырсаң, біздің қазақта енді әртүрлі көтерілістер, үдерістер, әртүрлі нәрселер болды ғой енді. Өмір болғасын. Оның үстіне қазақтың өмірінің өзі солай талас тартыста өтті. Онсыз тағы болмайды. Соның бір ерекшесі мынау Сапура апамыз. Сапура Мәтенқызы. Осыны біріншіден мен мына Исламға рахмет айтқым келеді. Оны көрінген адам былай айтып қояды ғой, соны жүре береді. Мына Исламдар, осы Исламның қолжазбалары бар. Осы уақытқа дейін сол Исламның арқасында, осылардың бағыт беруінің арқасында, ізденуінің арқасында осындай деңгейге көтеріліп біз Сапураны бір адамдай білетін болдық. Бүкіл мемлекетіміз біліп жатыр. Жалпы қазаққа жан ашитын адамдардың бәрі ең біріншіден Сапураны айтуға тиіс. Өйткені бізге ұқсас тарихта, Францияның тарихында жаңағы айтып отыратын Жанна d'Арк деген болған. Ол былай алсаң, сол
кездесу британдықтармен соғысып жатқан Франция ол кезде. Сосын Франция жеңіліп жатқан. Мына аралда тұрған британдықтар елмен қарай келіп, күш қуаты, әскері бәрі мықты. Қазіргі Францияның несімен есептесек, ортасынан көбірек жерін шауып алған. Сосын сол кездегі Францияның корольдары сасқалақтап не істерін білмей, барлық халқын жинап, соған қайта жіберіп, бірақ ағылшындар бой бермеген. Ағылшындар енді Орлеан деген қала, қазірде бар ғой, Орлеан деген. Көне Орлеан. Соған жақындап келген. Францияның едәуір жерін, жартысынан көбін басып алған. Оны тарихтан білеміз. Сол кезде бір сәл кедейленген бір бай адам, соның бір қызы болады. Қыз, Жанна деген қыз, сол өзі жүреді, жұртқа көп араласпайды. Бұлай қарасаң, қазақша айтқанда көрікпен тегін емес адам болады, қазақша айтқанда. Сонда. Солай жүреді, әлгі жұрт айтады, француздардың бәрі уайымдап жүреді ғой, қарапайымына дейін. Сөйтіп жүрген кез, сонда ана қыз айта береді екен әуелі. Әкесіне айтады ғой, мен соларға барсам, француздар жеңеді. Оған біреу күледі, бір қыз барады екен деп, не білейін. Соған ағылшындар жеңіле қоймайды. Ұзын сөздің қысқасы, бір күні Құдай айдап дейік, қазақша айтқанда. Екі офицер келеді, майданда жүрген. Екі офицер келеді, мына қыз соған кездесіп қалады. Сосын сөйлейді, қыздың сөзі түзу, жүріс-тұрысы бәрі дұрыс. Жаңағыдай бір шамал кеткен адам емес, кәдімгі дұрыс алады. Сол адамдарға айтады, сендер соғысып жатқан, бізге соғысып жатқан. Сендер мен бір нәрсе айтсам, сендер күлесіңдер ғой. Бірақ сендер бір жолға мені тыңдаңдар. Не дейді? Сендер мені қазір алып кетіңдер, әскерге алып барыңдар. Бастықтарына айтыңдар. Мына әскердің басына бірінші болып мен тұрған күні сендер жеңесіңдер. Екі офицерін көрсек көрейік деген шығар, алып барады. Бір қызығы Жаннаның өзінің де ықпалы болған шығар, бір ерекше қыз болған шығар деп ойлаймын. Соны қаншама әскер үшін, мысалы, қаншама бастықтары бар деген сияқты. Солар бәрі келісіп, осы қыздың айтқанын тыңдайық, осыны алға қойайық. Алға мінгізіп, атқа мінгізіп, Ақбұзаққа алға қояды. Сосын айтады, ал, сен көрейін, мынау сенің әскерің. Біз де саған ереміз, ал көрейін. Бір қызығы, сол күні француздар ұзақ соғыстан бірінші рет жеңіске жеткен. Және жауды едәуір жерге қуып тастайды. Одан кейін де қуады, әйтеуір қысқасы ағылшындарды қуып шыққан. Сол Жанналарды айтуымен басшылығымен. Енді бір трагический жағы, бұл Жанналдар келді, кім бір белгілі суретші, мен ұмытып қалдым. Соның Жанналардың Орлеанға келуі деген үлкен картинасы бар. Осы бұрын даже мектептің тарихтарында жүретін бір бет көп Жанналдар. Сурет. Солай келеді, халық қарсы алады, халық мәз болады. Бірақ бір қызығы, енді бұл Жанналдар туралы түгел жазылған ғой өзі. Бір қызығы, көп өте ма, сол екі ортада как раз христиандардың тарихында бар инквизиция деген.
инквизиция дегеніңіз меніңше бұл полициядан да жоғары нәрсе. Өте құзырлы. Көрінген адамды тұтқындай, көрінген адамды аттасай, мысалы, дінге қарсысын сөйтетіндер. Солар арасы 2-3 ай дейді кейбір зерттеушілер. Кейбір айтады, жоқ 4-5 айдан кейін дейді. Қысқасы инквизиторлар келеді де бүкіл халыққа жаяды. Айтады, мынау сендердің жолдарың жеңіп берсе болсыңдар ғой. Қағылып отырсыңдар. Мынау шайтан. Мынау шайтанның барып тұрған адамы. Содан соң инквизицияның айтқаны болады ғой. Ол кезде. Рим папасына бағынған өте біздің жалпы біздің тарихтағы өте сұмдық жаман құбылыс. Жұртты қырып жойып сондай, мынау осылай, мынау бәлен кінәлап сөйткен сені бірден өлтіретін болған. Көп қырып тастаған. Содан халық көпшілік қой енді. Халық ештеме демейді. Инквизиторлар ұстап алады да, әкеліп армияның алаңында отынды көп қырып жиып, жанынан сол отынның ортасына қойып, бүкіл халықтың көзінше өртейді, мынау шайтан. Сол өтіп кетті енді, жарайды, өтіп кетсін, әркім әрқалай айтып жүреді, бірақ халықты жаны ашиды, қалайша болып деп жүреді. Содан біраз уақыттар өтеді. Бір меніңше где-то 2 ғасырдан астам уақыт өткеннен кейін енді заман өзгермейді ғой. Жаңа нелер келеді, қоғамда өзгереді. Сол кезде енді халықтың жадында бар ғой, жаңалар кезінде суретшілер сурет салған. Жаңа айтып отырмын. Сонда бір өте қасіретті нәрсе болады. Ең жаңағы француздың ең таңдаулы қызы ғой, былай қызы. Сосын беріде жаңа жұрт сауаттанады, дұрыс бұрысын ажырататын болады, келе. Меніңше ұмытпасам, сол шіркеудің адамдары ең бірінші мәселе көтереді. Мынау осындай кеткен кезінде. Енді инквизицияның да уақыт өтіп кетті ғой. Содан кейін барып айтады, мынау дұрыс емес. Бұл деген киелі қыз. Өзінің бүкіл тарихы жазылды ғой жанынан. Бәрі біледі ғой. Бір кедейленген дворянның қызы өзі. Содан барып, енді қазір Францияда Жанна Даркты білмейтін адам жоқ. Және айтпайтын адам жоқ. Және мынау Франциядағы діни орындарда лики святых дейді ғой. Енді қалай деген жоқ. Киелілердің жүзі кескені деген сияқты. Соған енгізіп, бұл шіркеу арқылы қайтадан ұлықтап, үлкен асқақ дәрежеге көтереді. Содан әлі жаннадар көп келе жатыр. Мына біздің Сапура апамыз сол жаннадарықтың біреу болса өзі, болмаса ізір. Оның енді жаннадарық әрекетте болған. Сосын ол енді олар кішкене бізден гөрі сауаттылау халық. Сол сауаттылықтың арқасында жамандыққа да жақсылыққа да барған халық. Сол тура осылай пайда болған. Бір қызығы қазақтың даласында кішілі үлкенді соғыстар өте көп болған. Шекеңді шауып келейді дегеннен бастап, мысалы, анау күні ана немізді аттарымыз болып кетті деген сияқты. Үлкен соғыстар болған, жиі болып тұрған. Қызығы, мынау былай қараса, Мәтен деген батыр қызы деп айтады.
бірақ өз айтуында арқасы бар адам. Қазақша айтқанда арқасы бар. Былай әулие адам. Және ол бір өзін ғана ұсынбайды жұртқа. Менің Көктемір деген ием бар дейді, қазақша айтқанда. Ием. Сол келеді, сол маған не бұйырады, мен соны істеймін дейді. Сөйтіп, сол Сакураның аты естілгеннен кейін Талпен сұрайды ғой, Талдай қарапайым адам былай қараса. Содан бұған әскер деген көп жиналады, мына Қолданың бойына. Күннің Нұралы ханның кезі, Нұралы ханның кезі. Нұралы хат жазады қайта-қайта. Дежурта жазады, қайта-қайта жазады. Орыстар да қорқады енді. Ана бір келіп, мына шекараны жағалай орналасқан станицалардың бәрі шабады. Бәрі емес енді, басым көпшілігі. Қалаларға қауіп төндіреді Сакура. Бірақ бір қызығы, мен емес дейді. Мен емес. Көктемір дейді. Көктемір деген ем бар дейді. Мен соны айтқаны істеймін. Бірақ енді халықтың айтқаны істеймін. Башқұрттар шабады, Орынбордың маңайын шабады, едәуір жерді шауып жаулап алады. Сосын бір қызығы, әшейінде бұрынғы қазақты білесіздер ғой енді, әр қазақтың өзінің ауылының байы бар, билеушісі бар деген сияқты, бастығы бар, батырлары бар. Сөйтіп соған еріп келеді ғой халық. Бұл жолы өмірі тарихта болмаған нәрсе. Бүкіл қазақ өз ниетімен, өз көңілімен келеді. Біріншіден әрине осы маңайдағы жұрт, мен ойлаймын осы елдің адамдары, өзіміздің табын, басқалар бар осы жердегі барлық. Және оның үстіне төу біздің Ырғыздан да адамдар келеді. Bir adam келіп, сосын кейін дейді, Қарақалпақстанға кетіп қалды. Кетті. Себебі шамасы Сакураның көтерілісіне қатысқандарды кейін құтылаған сияқты. Солай өткен. Енді бізге бұны жеткізген баяғы Бекмахановтың қызы ғой, сол. Ол айтады, өзінің предположениесін айтады. Негізінде ол Сакурада да политик адамдар болған. Bir жол келгенде сол орыстар соған келеді ғой енді, Досалы Сұлтанға келеді. Bir жол келгенде қой бұл жол шаппай-ақ қойыңдар дейді. Айта-айта шапса алады, халық көп. Содан бастап неге екені белгісіз, өзінен өзі ол Сакураны біреу өлтіріп тастады, я бастандық жасады деген әңгіме жоқ. Просто өзінен өзі халықтың арасынан кетеді. Және мен кеттім деп байбалам салып кетпейді. Қалай кеткені оны енді біз білмейміз. Оны білсе жаңағы Досалы Сұлтан білген шығар деп ойлаймын. Өйткені Досалының өзі де бойына ала салып, Сұлтан ғой енді ол. Қой бұлар мен барсам да өлтіріп тастайды, мен білмеймін оларды деп сөйтіп бөлініп жүрген. Бірақ соңғы кезде мынау Сакураның көтерілісі енді шектенсіз ұлғайып бара жатқан. Оның үстіне жаңағы барып сөйлесетін адамдары жоқ. Мына орыстардың Сакурадан басқа. Сакуран бір өзі басқарған негізінде. Және бір қызығы, әрбір осы Сакураға барып қосылам деген адамдардың бәрі өздерінің еркімен келген, өздерінің батырлары, бағландары, басқалары бола тұра,
соның арқасында осы біздің Ақтөбенің барлық Ақтөбені мекендейтін барлық сол кездегі рулардың бәрінің өкілдері қатысқан, аздап болса да. Мына жақтағы шеккілер, мына жағындағы шөмекейлер деген сияқты. Солар бәрі келген. Бәрі жаңағы бәленбай адам болмағанменен, бірақ көп болған. Сосын әр оның әскерінің қанша болғанын ешкім нақтылап айта алмайды. Бірақ оның шабуылдарына қарағанда, үздіксіз шабуылдарына қарағанда, мына орыстың шекарасындағы тұрған станициялардың бәрі көбісін шапқаны, қанша шөпті қуғаны, соған қарап отырсам, бұнда біріншіден әскердің саны өте көп болған. Екіншіден, бір сенімнен айырылмаған. Айтады екен, Көктемір келеді, сол қалай айтады, мен соны істеймін. Ал Көктемірге сенейік, мысалы. Соның өзінде былай қарасам, ол теңдесі жоғары. Батырлығы, әулиелігі, рухы, негізі тегін адам болмаған ғой, енді әйтпесе көрінген адамға біреу келе ме? Келмейді ол. Бүкіл мен ойлаймын сол кезде батырлар, атақты сұлтандар көп болған, өзара біраз таласа жаздақтар. Нұралыны қойған ғой, Нұралыны шешесі қойған. Мына Нұралы болады деп. Балалар енді таныстайды ол. Бірақ адамның әлі күнге дейін қайран қаламын өзі. Қалай болды мысалы? Соңынан ол туралы жаман хабар жоқ. Ана жерде солай болды, мына жерде былай болып кетті деген. Мұндай әңгіме жоқ. Демек, олар сол осы біздің өзіміздің ортадан, қолдарының жерінен басқа жаққа кетіп қалған болуы мүмкін. Оны ешкім айта алмайды. Жазармандар да айта алмайды. Енді, бірақ шынында болғаны анық. Сапура Мәтенқызының біз сөйтіп айтамыз. Ана кімнің жазуында, Нәйлердің жазуында ол сапар деп айтылады. Оны біз Сапура деп айтып жүрміз. Өйткені сапар деген қыздардың да аттары болуы мүмкін, бірақ негізінен ер адамның аты ғой. Сондықтан біз бұны Сапура деп, мына исламдар солай өзгертті. Көп шаруа жасалды осы уақытқа дейін. Қазір біреуге бір нәрсені тыңдата қоюдың өзі қиын ғой. Бірақ әйтеуір осы Сапура апамыздың несі біртіндеп осы өзіміздің осында отырған жұрттың бәрінің соған қатысы бар деп ойлаймын мен. Біртіндеп әйтеуір осы қазіргі деңгейге жеткіздік. Енді Құдай қаласа алдымызды ойлауымыз керек. Бұны бұрынғыдан да мықтырақ қолға алып, сосын қазіргі жасалатын нәрселер бар. Қазір сен мына қазағыңды неге өйтіп көтеріп деп ешкім айта алмайды. Оның үстіне Сапура туралы ешкім оған тәуекел бармайды деп ойлаймын. Ендігі жерде соны ойлау керек көп. Мына кімнің Бекмаханованың несін кітабын түгел солай аударып, түгел ішінде енді оның көп нәрсе бар. Бірақ енді негізгі себеп болған сол кісі ғой. Сол бірінші жазған сол. Диссертация қорғаған. Енді мықты белгілі адамның қызы Бекмаханова. Сол. Жалпы істейтін шаруа көп. Қазір біраз нәрсе істелді. Істелгенде осында отырған адамдардың
кішкентай болсын үлкен болсын бәрінің үлесі бар деп ойлаймын. Жасы бар, бәрісі бар деген сияқты. Бірталай шаруа жасаған болдық. Мәтеннің басына бардық. Мәтен деген батырдың басына барғанда онда да өзіміз шамалы жағамыз ұстап келіп тып-тыңып тұрған күн апан-топан болып қалдым. Өзіміз көзімізден көрдік. Сөйткен енді көп айта берудің қажеті жоқ шығар, жұрттың бәрі біледі. Бірақ осының бәрін біріншіден жазылған нәрсенің бәрін бір қалыпқа түсіріп кітап қылу керек па, бір екіншіден тағы ислам тағы да не жетпейді деген нәрселерді осы бастан көбейтіп, мүмкін қажет болса бір мықты, дарынды, дұрыс адамдарға өтініш айтамыз ба, одан ешқандай кемшілік болмайды. Керісінше жақсы болады. Енді Алла қаласа Сапура апамыздың үлкен тойын жасап, ұлықтап, мүмкіндігіміз жеткен жерге дейін көтеріп, бүкіл қазаққа жайсақ, ол кісінің дәруағы ырза болады, оның соңында ерген біз білмейтін ұмытылып қалған өзіміздің ата-бабаларымыздың әруақтары ырза болады деп ойлаймын. Сол, рахмет. Көп рахмет, Әдима әңгіме өттіңіз. Осы сізге алғысымызды білдіреміз. Ортамызда болу осындай жақсы әңгімелеріңізді, жақсы әңгімеңізді айтқаныңыз үшін. Естеліктер айттыңыздар, болған оқиғалар, жасалған жұмыстар жағасы. Енді ол жерде өзіңіз басқасында жүрсіңіз ғой, самағанмен. Сосын да осы естір құлаққа бір ой салатындай дүние болсын деп, осы бүгінгі отырысты да солай ұйымдастырғанбыз. Қазір бізде осы өнер музейі соңғы кезде үрдіске айналдырып жүрміз. Осындай кештерімізді, жақсы өткен шараларымызды тікелей эфирге қойып тұрмыз. Қазір біздер тікелей эфирдамыз. Бізді осы жерден де басқа адамдар көріп отыр деп есептейміз. Енді сізге алғыс айта отырып, әріптесіміз ортамыздағы өлең жинаған ақын жазушы қызымыз Гүлжайнар Қалдинаға да сөзімізді берейік. Осы кісінің де айтары, бұл кісі де осы істің басқасында жүр. Сіздер отырып айта беріңіз. Жатыңыздан ана жерде қайырлы күн, қадірлі ағайын. Бұл Сапура Мәтенқызы туралы ой маған қай уақытта келді. Осыдан бір 5-6 жыл бұрын менің жұмыс жасап отырған кітапханамда келген қонақтарды экскурсия жасатып жүргенмін. Осы Ақтөбедегі мәдени орындарға барып, сол кезде мына Әлия музейіне барған кезімде, Әлия музейінде қара карандашпен салынған Сапура апамыздың суреті тұрды. Мен ол кезде ол кісіні білмеймін шынымен де. Бұл кім деп сұрадым. Сол кезде мамандар бұл кісінің кім екенін айта жөнелді. Әрмен қарай мені сол сурет байлап тастады десем болады. Мүлдем көзімді алмай сол суреттің қасынан кете алмай қалдым. Ол сурет қазір мұнда жоқ шығар, журналда бар екен. Бір қызығы, осы одан кейінгі суреттерді мен қабылдай алмадым, бірақ осы ең бірінші бейне менің көз алдымдағы. Осыны көргеннен кейін бірнеше жыл бойына осы сурет менің түсіме кіре берді. Шыны керек, ойлаймын, неге кіре береді, ойымнан шықпайды менің. Содан бір күні бір өлең басталды, әрмен қарай ол тоқтамайды, әрмен қарай жазыла берді. Онан кейін күндердің күнінде ән шықты Сапура Мәтенқызы туралы. Ол әнді мен шығарған жоқ, мен енді жазған өлеңім. Сол өлеңді Дулат деген біздің жақсы бір сазгер бауырларымыз бар ғой, осы жақтағы Айтшанов. Сол сұрап алып, әнін жазып,
ән қылып шығарды. Бір күні сол Құдайдың құдіретімен Сапура Мәтенқызы туралы «Көк сауытты көкжал» деген пьесам жазылды. Оның барлығы тегін емес шығар деп ойладым мен, өйткені неге менің көз алдымнан осы сурет кетпейді, неге менің жиі түсіме енеді, әртүрлі бағытта енеді. Енді мен өзім де айтып түсіндіре алмаймын. Мүмкін ол жаңағы ағай айтып отыр ғой, ерекше құдіретті, қасиетті бір қасиет қонған қазақтың қызы болған деп. Бір күні маған бір осы әріптестеріміз айтады: сен осы табын болып кеттің бе дейді. Неге дейді? Үнемі Сапура туралы жазатын болдым. Сонда мен айттым: Сапура тек табындарды қорғады ма дедім. Әлия тек қобданы қорғады ма дедім мен. Жоқ дейді. Енді біз неге солай қабылдамаймыз? Мысалы Сапура күллі қазақтың қызы. Қазақтың әрбір батыры қазақтың ұлы, қазақтың қызы, солай емес пе? Бірде телеарнаға сұхбатқа барған кезімде маған сұрақ қойды: бұрын бізде тарихта жоқ, біз білмейтін адамдар, қазір неге жұрттың бәрі батыр деп шығарып жатыр? Осы Сапура Мәтенқызына байланысты сұрақ қойды. Сапура Мәтенқызы деген біз бұрын білмейтін едік, белгілі адам болса біз неге тарихта білмейміз деген сұрақ қойды. Жүргізушінің қойып отырған сұрағы. Сосын мен айтам, қазақтың басынан алмағайып не бір заман өткен ғой, оны өзіміз де білеміз, тарихтан білеміз. Неге тарихтан оқыған жоқпыз деп отырсыз? Тарихтан не бір зұлматты оқыдық біз. Не бір зұлматты ата-бабамыздың көргенін білеміз. Ал ол кезде елге қауіп төніп тұрған кезде мен батыр емес едім, менің әкем жаугершілікте жүреді, немесе менің күйеуім аңға шығып кетіп еді деп үйін, елін қорғамай отырған адам болған ба ол кезде? Қаншама қазақта аңыз бар. Мысалы Қызғырылған деген жерлер бар, иә? Сол жерде 40 қыз сол ауылын қорғап тұрған деген аңыз бар. Оның бәрі тегіннен тегін шыққан дүние емес қой. Ел шетіне жау келген кезде қай-қайсысы болса да бүлек тұрып, отқа қарсы, жауға қарсы шапқан жоқ па? Қазақтың қасық қаны қалғанша шапқан жоқ па? Қай-қайсысы болса да. Сондықтан бұндай сұрақтарды қоюдың өзі үлкен бір сауатсыздық қой деп ойлаймын енді менің түсінігімде. Сондықтан қай-қайсымыз болса да бүгінгі таңда да әрқайсымыз бір қазақтың қамын ойлап жүрген қазақ болғанымыз үшін Аллаға тәубе етем. Жаңағы мен айтып отырған ең бірінші шыққан ол поэмам, одан кейінгі жаңағы жазылған пьесам. Бұл пьесаны кейін сыншылар одағы қарап жақсы бағасын берген. Енді Алла қаласа алдағы уақыттарда ол да енді жоспарда, мүмкін мәдени орындарда қойылып қала. Сол пьесамнан бір үзінді оқып бергім келіп отыр сіздерге. Өйткені осы уақытқа дейін Сапураның бейнесі қандай деген сұрақ біздің көкейімізде тұрды. Мына жерде қылқалап шеберлер отыр екен, өнерде жүрген мамандар отыр екен, жан-жақты көзі қарақты қауым жиналып отыр екен. Біз мысалға батыр десек ойлаймыз, қолында мылтығы бар, немесе қанжары бар, бес қаруын асынып алған, ірі тұлғалы, ат белі көтере алмайтындай бір адам деп ойлаймыз. Мысалға мына Әлия батырымыздың ескерткіші қойылған кезде біраз пікірлер болған екен. Неге белі қылдай қыз бала қалай жауға қарсы шабады деген секілді. Ал енді батырлық бұл сыртқы нәзіктікке қарамайды екен ғой. Соған қарап отырғанда мен мына Сапура батырдың бейнесін қалай сомдау керек екендігін, образбен қалай келтіруім керек екендігін ойлап, мен оның бүкіл құдіретті тіліне берсем деген ой пайда болды. Сапура Мәтенқызының мына елдің арасындағы алып қашпа әңгімесі, мысалға ол пері екен, ол жаңағы шайтан екен, ол әртүрлі аңға айналып кетеді екен деген секілді әңгімені мен генерал мен патшайымның ортасындағы әңгімеге келтірдім. Патшайым сұрайды генералдан, Суворовтан: не қылған адам қолға түспейтін? Талайды таң қалдырған Суворов неге қазақтың бір қаршадай қызын ұстай алмайды? Сол кезде Суворов айтады: ол елдің айтуы бойынша қолға түспейтін, көрінбейтін адам екен, ол түнде келіп шауып кетеді екен. Патшайым тапсырма берді: ендеше түнімен аңдыңдар. Ол бекіністерге шабуыл жасайды, ендеше оның баратын жерін аңдыңдар деген секілді осындай елдің
қорқып отыр, елді қорқытып ұстап отырған патшалық Ресейдің өзінің бір жол таба алмай қиналған сәтін пьесаға келтірдім. Онан кейін Сапура елді жинайды. Елді жинаған кезде Сапураның сөзі: «Уа апайтөс ақиықтар, қырандар, өздеріңді бұл сапарда сынаңдар, күн ертең-ақ жеңіс тойын тойлайды, біздер үшін мақтанады оландар. От болып, алау болып жаным күйді, ел бізді батыр дейді, бағым дейді. Жер үшін пейда болсын жаным мейлі, ел үшін ақтарылсын қаным мейлі. Қырандар, өткізейік ой делектен, уақыттар босқа зарлап сөйлемекке, болашақ қасиетіміз қалсын біздің батырлар. Жер керек пе, жан керек пе деген кезде батырлар жер керек деп осылай қазақты алға қарай итермелейтін, мына елге бірлікті, ауызбіршілікті насихаттайтын батырлардың адуынды сөзін Сапураның аузына салдым. Бұдан кейін біздің осы білетін деректерден Сапура батыр жаудың қолына түсті ма, түспеді ме? Ол тірі ме, әлде өз ажалынан қайтты ма? Әлде оған қиянат жасалды ма деген секілді сан түрлі сауалдар бар ғой енді. Ол жағы бізге тарихтан да беймәлім. Алдағы уақытта жаңағы жоспар бойынша біраз шаралар жасасақ деп айтып отыр ғой енді әріптестеріміз. Осындай мықты шаралар, сондай игілікті істер, зерттеушілердің еңбегімен осындай батырларымыз анықталып жатса, әрине біздің елдігіміздің беріктігі деп білем. Пьесамның басында басталғанда да мен студенттің сөзінен бастадым. Студент атасына келеді: ата, осы білесің ғой, мен тарихты өте жақсы оқыдым мектепте, үздік бітірдім, бірақ тарихта біз білмейтін бір 22 жасар келіншек бар екен, сол туралы апай қысқа ғана айтты бүгін, соны білгім келеді дейді. Сол кезде барып жаңағы қарияның көзінен жас шығып, жоқты іздеген біздің ұрпағымыз табылды ғой, міне оған да тәубе деп әрмен қарай осылай оқиға өрбіп кетеді. Осындай біздің қазақтың топырағында қаншама тұлғаларымыз бар, белгісіз жатқан, қаншама тұлғаларымыз ашылмай жатыр, қаншама архив көміліп жатыр. Оны болашақтың еншісінде деп айтып келе жатқанымызға қаншама уақыт өтті біздің, енді Аллаға шүкір, қазір өз қолымыз өз аузымызға жеткен еліміз, өнерімізбен де, спортта да, биік бәсекеде көрініп жүрген, байрағымызды көтеріп жүрген еліміз ғой. Енді еліміздің мықты тұлғаларын анықтайтын, зерттейтін, зерделейтін, атауы жасырын жерлеріміз бар. Мысалға, әлі құпиясы анықталмаған сондай жерлерді анықтайтын, нақтылайтын үлкен жұмыс алда күтіп тұр. Осы ісімізге Алла тағала алдымызда үлкен бағыт-бағдарымызды анықтап, жолымыздың ашылуын нәсіп етке дейміз. Алдағы уақыттағы жоспарларыңыздың жүзеге асуына және ел болып өзіміздің мықты ел екенімізді көрсететін күніміз көп болғай. Жалпы әдеби көзқараста болашақ көркем жобаларға идеал өзек болатынын айтты. Сіздің жаңағы оқыған бұл идеология, сосын бізге керек ұран мен идеологиямен біздің қатарымыз өстік. Біздегі ұрпаққа да сол керек деп ойлаймын. Себебі жаңа сіздің оқыған өлең жолдарыңыздан кейін осы жерде атып сапқа тұратындай болып тұрмыз. Бәрі адамға болып келетін. Осындай ұрандатқан өлең жолдарыңыз көп болсын. Ізімізге еретін де бастама көтеретін адам алдымызда аға буындар болса, бастама көтеретін ұрпақтар да оны жалғастыратын бар деп ойлаймыз. Себебі бізге керегі рухты көтеретін осындай өлең жолдары, жазбаларыңызда. Батыр қыздардың бейнесін бүгінгі қоғамда кеңінен насихаттап, оны ұлықтауымыз маңызды міндеттеріміздің бірі. Осы орайда қоғам өкілдерінің пікірін тыңдап, біздер қазір қазақ әйелдерінің ерлік, дәстүр мен бүгінгі қоғамдағы рөлді туралы ой бөлісу үшін сөзді әйелдер, саясаткерлер клубының төрайымы Сұлпан Панағызына. Қазір мен әйелдер саясаткер клубының төрайымы емеспін, қарапайым себепкермін. Жаңа ағам айтып кетті, сіңлім айтып кетті, өте жақсы әңгіме.
толық ақпарат беріп бізге таныстырды. Мен осы ағамның айтқан сөзіне қосыламын. Исламғалидің еңбегі өте зор. Бұл апамыз туралы, Сапура Мәтенқызы туралы экспедиция жасады. Әрқашанда сол жүгіріп жүріп, қайта барлық есіктерін ашып жүріп, бірақ бір есік ашылады, бір есік ашылмай кетеді. Сондықтан шындығын айту керек. Негізі мемлекеттік мекемелері көмек бермесе, бұл шара жасалмайтынын айту керек шындығын. Өзім жұмыс жасағанда қолымды көмек бергенше бердім. Бірақ қазіргі таңда енді осы жыл исламның айтып отырған жаңағы жүрегі ауырып жүрген, жүгіріп жүрген себебі бұл шараны енді апамыздың өткізу мерейтойын соны жаңа насихаттау жұмысын қандай істеген. Негізі бүгінгі таңда біздер әйел адамның жаңа кәсіпкерлерді көтеріп жатырмыз, көп талқылап жатырмыз, жаңа коучтер көп шығып жатыр, бірақ өзіміздің тарихымызды қандай болғанын білмесек, онда біздің жаңа өзіміздің де қазақ болғанымыздың мен ойлаймын, ол дұрыс емес. Енді неге десем мен жаңағы біраз көмек беру керек бұл шараны өткізу үшін. Апамыз туралы музейде барғанына сурет салған ол жеткілікті емес. Сондықтан оның жаңағы тағы да біраз жұмыстары жасау керек. Біз спектакль туралы айтып, бірақ мәдениет саласының мекеменді сол хабарын жауабын алған жоқпыз ғой, солай. Сондықтан Алтынай Елесінің хабарын бізге жоқ, жауабын берген жоқ. Сондықтан бұл мәдениет саласы, біздің білім саласы, солдар үлкен жаңағы бізге қолдау көрсету керек. Неге десеңіз, біздің қыздарды дұрыс тәрбиелеу керек. Қазіргі жаңағы заманауи уақытында біраз заңдар шығып жатыр, біраз заттар болып жатыр, бірақ сол Сапура Мәтенқызының образы жаңағы орысша дегенде лирическое отступление болу керек образында, оны жаңа привлекательность болу керек сол апамыздың. Сондықтан мен Исламғалиға сол туралы айттым, бірнеше рет өзіміз жеке сөйлестік. Сондықтан ол шақырып жатқан себебі мен Исламғалидің сол үшін шындығын айту керек. Енді жаңа біздер кәсіпкерлер жаңағы қыздар бар, біраз оларға да олармен де мен сөйлестім. Мүмкін оны ойшығын шығару керек. Қазір заманда мультфильмді жасауға ол көп ақша керек жоқ. Оның жаңа сізге мысалы оны художественный вымыслмен привлекательный болса, заманауи технологиямен жасау керек. Неге десеңіз, қазір сондай кітап оқып жатқан адам өте аз бүгінгі таңда. Сондықтан жастарға бір мектеппен өкінішке орай бара алмағанмын, бірақ сіз бардыңыз ғой, бір мектепте ғана шақырды, өзінше қолдау жасады. Мен звондап қайта сұрады, қалай істейміз деп. Бірақ соған көмегін бердім, бірақ кетіп қалды, мен қалада болған жоқпын. Сондықтан көбісіне қалада болмай қаламын. Енді себеппенен, біраз себеппенен. Сондықтан мен ойлаймын, өзіміз осындай шаралар, мынандайды өткіземіз, мынандайдан көмек сұраймыз деп, осындай қандай бағытқа жүреміз деп, сондай Исламғали өзі ағам айтты, біздің басшысы болып отыр деп. Сондықтан соған көмегін беріп, қолдап, неге десеңіз, біз енді өзіміздің патриоттық намысымыз болу керек. Отырған жастар отыр, олар білу керек. Біздің елімізде тек қана Әлия Молдағұлова емес, осындай апамызда болған. Сол уақытта жаңағы қолында қандай болған, ол неге сол соғысқа қатынасты, қандай оның жаңағы себебі болды. Мүмкін нюанстар бар шығар ағада, шындығын айту керек. Бұл жаңағы Ресейдің біздің көрші мемлекетіміз, сондықтан мүмкін арасында мен өзім ойлаймын, мен жеке пікірім, арасында неге сол жоғарыда көп қолдап жатқан жоқ, негізі ол дұрыс емес олардың саясаты. Менің ойым, потому что ол жаңағы пайдаланып Сапура Мәтенқызын бүгінгі біздің өсіп жатқан қыздарға үлкен үлгі. Қиын уақытта өзінің жаңағы намысымен адамдарды көтеріп, жаңа ағам айтып кетті ғой, ырғыздан, қарабұтақтан қосылды қарапайым адамдар,
неге ол үшін жер, өзіміздің елімізге жер керек. Айтты ғой сіңілім, не керек? Жер керек. Сонда қандай жаңағы чем руководствоваться дегенде өзінің ел үшін. Сондықтан біздің бүгінгі қыздардың тәрбиелеу есебінде ол да керек, сондай идеология саясатта, сондай идеологический, сондай бағыт болу керек арасында. Оның бәрі комбинация болу керек. Соны бәрін қосып, сонда сол тәрбиелеу жұмысы дұрыс сонда болады. Біздер біраз заттарды өзіміздің қазақтың салт дәстүрін ұмытып бара жатырмыз, тәрбиесін ұмытып бара жатырмыз. Сосын айтамыз, неге мынандай ол өсіп келе жатыр, неге сондай азаматтар болып жатыр. Көбісіне қазіргі таңда мен өзім жеке пікірім айтамын, дөңгелек стол болғасын. Біздер көп өте қазір көтерушілер әйелді, қыздарды, ұлдарды ұмытып бара жатыр. Неге біздің көрші мемлекеттер айтады әңгімеде, енді қарапайым әңгіме ғой болсын, олар айтады, сіздер қазақтар қызықсыңдар, ұлдарды көтересіңдер, сосын ештеңе істеткізбейсіңдер, а қыздар бәрі істеп жатыр. Сондықтан ол да мүмкін сол стратегия дұрыс емес шығар. Сондықтан оны бәрін айту керек, көрсету керек. И көрсеткенде бұл образ үшін. Мына Жанна айтты ғой, Орлеанское дело деп, да? Орлеанское дело, оның операсы бар, оның спектаклі бар, оның фильм бар. Оның негізі тоже қазақтар айтады, арқасы болды. Мына Сапураның қыздың оның рухы өте жоғары болғасын, рухы. Сондықтан ол адамдар оған еріп кетті. Вообще негізі табындардың қыздары күшті болады. Өзім сездім, білмеймін, табындарға, қыздарға, алтын сырға. Негізі сол қаданың жері, батырлардың жері. Қаншама соғыс отанның геройлары, Герой Советского Союза күшті, самый көбісі сол самый сояқтан шықты. Әлия Молдағұловны айтсақ, сондықтан ол Сапура Әлия Молдағұловтың күйеуі емес. Сол уақытта сондай жасауға ол әр адамның қолынан келмейді. Сондықтан бүгінгі таңда мен бәріңізден де сұрайтын, мына Исламғалиға бүгін көмек беріп, қолыңыздан келгенді, сол оның идеясы, ол просто на голом энтузиазме дейді, ол солай істеп жатыр. Сондықтан қолдайық бәрін, жасайық енді өзіміз ел үшін, болашақ балдардың болашақ үшін. Жалпы осы бөлмеде қабырғалардың барлығында қазір картиналар тұр, біздің суретшілердің туындылары. Ал енді барлығын тамашалап, әрқайсына қызығып, әрқайсына бір рух алатындай өзімізге қарайтын болсақ, мына экранда осы картиналардың барлығын, осы жерде тұрған картиналардың бәрін жасанды интеллектпен қозғалысқа енгізіп. Енді қазіргі мүмкіндіктер ғой. Осы орайда біздер әдейі жанымызға өзіміздің шеберлерімізді де, суретшілерімізді де шақырған болатынбыз. Мақсатымыз не болды? Былтыр 25-ші жылы біз жоспарға енгіземіз деп, бір жақсылап осындай үлкен шара қылып өткізейікші деп жоспарды жасап келіп қалғанымызда, бұл дейтін тіптен үлкен, огромный нәрсе болып кетті, шара болып кетті. Ол дастан жазатын, спектакль қоятын, кейін дизайнерлер, бәрін қарастырсақ, үлкен шара болып кетті. Сосын мен ойлап, Ислам ағаға ұсыныстым. Аға, мен өз деңгейімде жасайыншы. Өз деңгейімде жасайын. Мен деңгейім деп тұрған мәселен өзімнің ортамда жасайын. Тағы шығармашылық адамдар басқа жерде жасай берсін. Шығармашылық үйлер бар. Театр өздерінен, дизайнер. Біздердегі осы ғимаратқа тоғысатын адамдар кімдер? Шеберлер ғой. Мына 10 саусақпенен дүние туынды жасайтын шеберлер. Осы шеберлермен, суретшілерменен, тоқыма, гобелен, түкті кілем тоқитындар, тықыр кілем тоқитындар, осы кісілермен мүсіншілер, осы кісілермен жұмыс жасақ, біздер 28-ші жылға аман есен жететін болсақ, осындай туындыларымыз көбейсін. Картиналардың да басқа біздерде экспонаттар көбейсін. Елге, халыққа көрсететіміз көп болсын деген мағынада шағын қылып осындай ортаны жинап алып отырмыз алғашқы қадамымызда. Енді
жаңағы нағиды ортаға тасталды, жаңағы үлкен пікірлер, ойлар бастамасы басталды. Ары қарай сәттілігін тілейміз, берген баталарымыз қабыл болсын. Енді қонақтар, батыр қыздың көркем бейнесін жасау үшін тарихи деректерге сүйену аса маңызды еді. Осы орайда Сапура Матен қызының өмірі менен ерлігін зерттеп жүрген зерттеуші Ислам ағамызға сөз берейік. Қайырлы күн, көрмекте шараға қатысушылар. Мына бүгінгі шарамыз биылға бірінші шара. Біз осы 7 жыл болды. 7 жылдың ішінде шын айтқанда 50 шақты шара өткіздік. Жан-жақты. Алда әлі көптеген шаралар болады. Жан-жақты біз неге жан-жақты дегеніміз, біз басында өзінің тарихи Сапура Матен қызының жағынан көптеген шараларды өткіздік. Өлкетану музейлерінде, мектептерде, кітапханаларда. Енді алда біз осы 1-2 жылдықта осы ғимараттың ішінде симпозиум өтті, суретшілердің мана көрсетіп жатқан осы залда тұрған суретшілердің симпозиум өтті, осы суреттерін жарық көрді. Оның алдында тағы 3 сурет бар, сол бүкіл суреттерді жинағанда 16 сурет, 17 суреттей бар. Бүгінгі оның алдында сол бізге керегі образ, сол образға қалай келеміз, сол образды көруіміз керек, сол образға қатысты осындай шаралар өтіп жатыр. Бүгінгі суретшілерде осы залда болу керек. Өнер жаңағы адамдар, өнер қайраткерлері, өнердің жаңағы жанында жүрген адамдар, сол адамдармен біз болашақта алда жаңағы айтып жатқандай мультфильм болатын болса, алда айтып жатқандай спектакль болатын деген сөз кезегін шеберлерге берсек деп отырмыз. Қонақтарымыз алса, ой тастайтындай. Шебер адамдар енді сөздің адамы болмауы мүмкін, олар істің адамы болуы мүмкін. Әдетте солай ғой енді. Онда қонақтарымызға сөз берейік. Тағы кімдер сөз алып, өз ойларын білдіріп, ұсыныстар болса, ортаға салса дейміз. Серікбай аға, сөз аласыз ба? Имайхан, Рабиға, айтыңыз, айтыңыз. Тұрақты шеберіміз, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі жиналған қауым. Мен өте қуаныштымын осындай тақырыпта кездесіп отырғаныма. Шынын айтқанда бұл тақырып деген маған бала кезімнен ой тыстай беретін тақырып еді. Себебі мен деген бөтен елді өстім ғой. Россия жерінде кетенің қызымын, табынның жиенімін. Сол себептен ата-анам деген біздерген бала болсақ та, мына халықтың басынан өткен көп қиыншылықтар болды ғой. Соның бәрін Россияда жүргенде енді тарих бізге қолымызға жетпейді, тіл жағы қолымызға жетпейді. Сол себептен үйде отбасында отырып, осы әңгімелерді кешке таман мал жайлап болғанда, ет пісіп жатады қазанда, сонда отырып әңгіме қылып айтатын еді. Осы Сапура апамызды анам айтатын еді. Себебі менің анам мына Шыңғырлау өлкесінің қызы. Аруақты қыз болған деп осылай жауға аттанған деп енді бізді рухымызды көтеріп қояды ғой. Біздер 3 қыз болдық үйде деген. Сол себептен осы кісі жайында мен еститін едім шамалы. Керімде емес, енді олар деген көбін ұмытады ғой. Қиыншылық бастарынан өтті, қаншама қасірет өткізді деген. Енді шынымен де халықтың жанында бұндай нелер сақтап қалу өте қиын болды ғой о замандарда. Но бірақ соған қарамастан енді үзінді жайлап айтып отыратын еді. Мен енді деген көпке дейін менің алдында бұл кісінің образы тұманмен шыға алмаймын, әрі қарата оны жалғастыра алмаймын деген. Мен көзім алдына елестетсем, атта енді жаңағы жаугершілік заман дегесін солай атта жүрген қызды елестеттім де, әрі қарата оның бейнесін аша алмайтын едім. Енді бұнда келгеннен кейін маған алдында көп мақсаттар болды деген. Қазақтың тарихын өзімше енді танысу, әдебиетімен танысу, сондан жайлап үзінді ести бастадым. Енді мені бүгін кішкене толықтырып менің деген образым жаңағы мына батыр қыздың рахмет.
сіздерге осындай жұмыс істеп бұл керек жұмыс, бұл деген әлі халық деген әлі дұрыс білмейтін образ батырымыздың. Сіздерге көп рахмет осындай үлкен жұмыстар жасағаныңызға. Мен шынын айтқанда мен бұны білмеп едім, осындай үлкен іс жүріп кеткенін деген. Бірақ бұл қыз деген шынымен де біздің халқымыздың есінен өшпейтін образ, өзінің ерлігін қалдырған адам ғой. Рахмет сіздерге бәріңізге, өте қуаныштымын. Істеріңізге сәттілік, әрі қарата жалғаса берсін. Бұйырса өзімізде енді барымызша үлесімізді қосамыз деген ойымыз бар. Рахмет сіздерге. Кешірерсіз, мен мана қосымша бір айтайын дегенім, мына біз осы 7 жылдың ішінде не атқарған дегенімізге қосуға болады. Бұл осы қалада Сити мөлтек ауданында Сапар Матенқызының көшесі бар. Оны біз 4 жыл бұрын ұсыныс беріп, жаңағы облыс әкімшілігіне, ар жағына президент әкімшілігінен, сосын Сапар Матенқызының есімі, аты, тарихи тұлға, тарихи атақты адамдардың республиканың тізімінде. Сапар Матенқызының атын Қобда ауданының бір көшесін алды. Енді алда бізде Сапар Матенқызы осы адамдармен отырып, біз жалғастырып, көтеріп, тағы шығарсақ, біз Астанадан да, Алматыдан да атын танытып, сондай бір жұмыстар жүргіземіз, бұйырса. Ал енді Рабиға апа, сізге көп рахмет. Үлкен анаңыздың айтқан әңгімесін еске алып, бала кезіңізден елге келгеннен кейін оны көз алдыңызға елестетіп, қазақтануда, әр батырдың тарихын білуде, және оларға қазір сіздің жасап жатырған әр туындыңыз бір туынды болып шығады. Баспа сияқты бірнеше емес. Рабиға апа біздің шебер, жүнменен жұмыс жасайтын кісі, төменде өзінің арнайы бұрышы бар. Үнемі біздер байланыстамыз. Осы сәттеде келіп, жаңа өте жауапкершілігі мол кісі, мен дейтін, әлі өз қолымыздан келетін көмегімізді береміз деп отыр ғой. Бұл осындай қолдауларменен, осындай кісілердің қолдауларымен үлкен жетістікке жететін шаралардың басы болып тұрады деп ойлаймын. Батыр қыздың дастаны дейді. Біз осы жерге қонаққа Әділбек Мұхиттоллаұлының Саринді, яғни шақырғанбыз. Ол кісі өзі рұқсат сұрап, шәкірттерін жіберіп отыр. Сапура Матенқызына арнау орындау үшін біздің алдымызға біздің жас қанаттарымыз Қарағұл Сұлтан және Нұрымбетова Шапағат келіп отыр. Арнауларыңызды айтып, біздің құлағымызды тағы бір ашып, рухтандырып жіберіңіз деп. Санадан өшпес Сапура жыр толғауын. Серікбай Қайдасұлы. Осы жыр Сапураны біле мекен, ұйылмен құлда бойын қылған мекен. Жарық жұлдыз секілді ағып өткен, ерлігі елге аңыз болған екен. Осы өзен елек қобда арасында, қонысы таматабын саласында. Іздері батыр қыздың сайрап жатыр, қазақтың осынау кең даласында. Табының Мәтен батыр ауылында, қоныстас таматабын қауымында. Жүрген ел зар заманның тауырында, наурыздың тойлап жатыр сауығында. Қажыған ел соғыстан шығаластан, жылдар еді қайғының араласқан. Қазақ осы жарасын жалап жазған, тойлап шоқпарына қарамастан ай-ай. Ат қойды Сапура деп сол балаға, жылдар жалжап бақыт алды арада. Сабырлы да салмақты Сапура қыз, еркін өсіп ержетті кең далада.
бары күресіп тосылмады тойға бардым сөз болды құр қолыммен қасқыр соғып артында құлағында ойнағаным бәрі де табыны да тамалары жат көрмей Сапураны бағаладым қайсар қыз қайратты қыз қабылан қыз атаға ол елді аралады ай аралады ай Sağ ol. Бойына бес қаруын байлап жүрді жөнсіздікке тістерін қайрап жүрді орыстың озарлығын ойда ұстап тойтарыс беруді де ойлап жүрді ақыры қол жинады шыдамады біледі алдакенін сынарға ілес ел жұрты Сапураға сенім артты 2000 әскер жиды құрап алды ел іші ішін тартып тына қалды япыр-ай не болар деп бұдан әрі орыстың бекіністер талқандалды болысы ақ патшаға ұнамады жауынан басым болып ұрандары сескеніп қаймақты деп бұдан әрі қаша жүріп соғыса тұтты елдан қашанда қайдан келер біле алмады орыстың қолында жоқ нақ дерегі әйтеуір тұтқы елдан тап береді қапиядан тап берер қасқыр сынды көрінбес көк темір деп ат береді білмеді қай араға жиылмеді қай жерге шабуылдап түйілгені белгісіз көрінбейді көк темірдің білмеді қорқы шықпақ неуменді ұрыста ұсталардың балғасындай істері салмақ беру тұлғасындай ел үшін елге болған қазақ қызы көрінді Пугачевтың жалғасындай орыс қызы қобылжып алаң еді Сапура жайлы білгені сараң еді жолына қанша тұзақ құрғанымен жаулары орнында қала берді сай болып ажары мен қайраты да асқан мен ақылы да айбатты да ақыры аңдаған жау айылмас әттең ай шешілмеді пайдасына замана өтсе дағы соққан желдей өмірі қиылса да суға гүлдей танытып қазақ қызы қайсарлығын тіпті ел намысын қолдан бермей самалмен ескен дала төсегінде бұлан үз қалған елдің есігінде сан жылдар өткенменен Сапураның 3 ғасыр қалған ізін өшірмеді өмірге кеткенменен сан ізгелі қалмаған қазақ қызы қарыз болып көрсетіп қыз басымен ер үлгісін қалыпты ел аузында ағыс болып бүгінгі жайма шуақ мына заман секілді өз өзімен орнай қалған бұл заман өткендердің қан мен тері немесе армандары болмай қалған қан кешкен патшалығының ортасында іздері бар тарихтың әр тасында бүгінгі шат шыдамас осы тойын деп білеміз солардың арқасында Қайдасы Серікбай аға. Педагог. Микрофон. Мен енді Сапура қыз туралы кеште естідім, осы 3-4 жылдың маңында. Бірақ енді осындай ел үшін жаңағы қазақ мың тірлік десек, сол мың өлгеннің бір жері тірілгеннің біреуі осы Сапура апамыздың ерлігі деп санауымыз керек. Өйткені адамдардың рухы өлсе, онда адамдар да өлген деп есептейміз ғой. Солай. Сондықтан енді біздің рухымызды оятып жатқан осы Сапура қызымыз сол бір біздің қазақты тірілткеннің біреуі осы іс деп ойлау керек. Енді осындай шарадан тыс қалу біздің азаматтығымызға сын деп ойладым. Сондықтан енді осындай бір ойда шыққан толғауларды арнап едік. Мына балаларымыз соны жалғап осындай іс-шараны көріктендіріп жатыр. Келешекте де әлде де мынау жаттауға Исламғали маған осы 2-3 күн болды ғой, жаттауға уақыттар болды да, сосын қарап айтуға мәжбүр болды. Енді кішкене келешекте шыңдайды деп ойлаймыз. Бұдан да мықты адамдар бар ғой енді.
Сондықтан енді мынау Әділбек Сарин деген азаматты бәрі біледі, осы біздің қазақ соның шәкірттері кеше осы Ақтау жаққа жол жүріп кетті, бірақ маған осы балаларды тапсырған. Сондықтан енді мен балаларыма келешекте мына өнерлері өрлесін деп, өзім суретші емеспін, кәсіби емеспін ғой, мен әуес қоймын ғой. Сондықтан балаларыма мындай картина әкелдім. Шарапат қызыма, сосын мынау енді Сұлтан деген азамат. Сұлтан енді ер азамат болғаннан кейін батыр, мынау елді қорғаған батырдың бейнесі өзім салған. Қазір енді не көп, сурет көп. Оған онша таңсық емес жұртқа. Бірақ енді мынау менің қолымнан өзім жазған нәрсе болғаннан кейін балдар бағалай шығар деп ойлаймын. Сұлтан деген азамат менің бір кітапхана қазыналар қоймасы деген өлеңімді шырқап жүрген азаматтың біреуі еді. Өткенде Исламғалиға жібердім. Енді бұл да мына мәдени шараларды өткізуге атсалысады-ау деп ойлаймын. Кітапхананы насихаттау, қазір енді кітап оқу азайып кетті ғой. Өте қиын нәрсе бұл. Кітаптан алшақтап кетуі адамдардың бұл адам баласына онша жақсыға келмейтін нәрселер. Сондықтан мен енді сол кітапхананы насихаттау жолында бірнеше жыл бұрын жазылған еді. Соны өткенде шырқап берді. Сұлтан, Шарапат айналайын, сіздердің жаңағы үлкен түнасып дейді ғой, жаңағы жырлап, айналаңызда тыңдармандарыңыз көп болсын. Үлкен сахналардың төрінен орын алуға шығармашылық жолда табыс тілеймін. Жолдарыңыз ашық болсын. Рахмет. Құрметті қонақтар, бүгінгі кездесуде Сапура Мәтенқызы менен қазақтың батыр қыздарының бейнесін көркем өнер, әдебиет және қоғамдық жобалар арқылы қайта жаңғырту бағытында маңызды әңгіме өрбіді деп ойлаймын. Бұл бастамалар 2028 жылы өтетін республикалық деңгейдегі ірі мәдени жобаның берік негізіне айналса екен деген тілегіміз бар. Әрине қолдауменен. Енді мен осы шараның басында өзі баталы армас деп баталғанды жақсы көріп, осы жерде тас қолында отырмыз. Аға, жақсылап тұрып батаңызды беріп жіберіңіз. Сізде баталай тұрып бәріміз. Al bak karasın, kızı versin, Allah'ın bereketini versin, yemin rahatını versin, basların aman, bağırlarının bütün bolsun. Allah koygan maksatlarının bağırlığın Allah kabul etsin. Sonun içinde mınau Kazaktın tengesi yok kızı hiç kimge tengesi vere almaydı. Bizim canlılarımız Sapura apamыздың banka uzakka geçsin, bizim halkımızın naқты өнегесіне айналсын. Осы мәселеге еңбек жасап жүрген барлық адамдарға Алладан аманшылық тілеймін. Біздің бүгінгі шарада Сапура Мәтенқызының туған жерінен келген бір өкілдер келіп жатыр. Сол өкілдердің ішінде бір адам сөз алып сөйлесе. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі үлкен іс-шараға қатысқан қонақтар. Қолда ауданынан келіп тұрмыз. Исламғали ағамыз осы іс-шараға шақырылсын. Қонақ ретінде келіп қатысып, мен білім бөлімінен және аудандық кітапханадан келіп отырмыз. Жалпы бір сөзбен айтқанда, бүгін бір үлкен өзімізге рухани азық алдым деп ойлаймын. Өте керемет кездесу болды. Көптеген өзімізге мағлұматтар алдық. Енді бір сөзбен айтқанда, бұл батыр апамызды әлі де
бастап басқасында жүрген Исламғали аға, сізге күш қуат, алда бармашылық табыстар тілеймін. Енді біз бұнда өңірі батырлар мекеніміз, соның ішінде міне Сапура Матенқызы, жалпы анадан айтылып жатыр, әлі де халыққа таныстыруды, әлі де дәріптеуді көп қажет ететін, бірақ жаңа ағамыз осының батасында айтып кеткендей, теңдесі жоқ деп, теңдесі жоқ апамызды біз әлі де дәріптеуіміз керек. Жаңа ең басында ағамыз Жанна Дарктың оқиғасын айтты. Мен ойлаймын, бос айтқан жоқ. Жанна Даркты біздер дүниежүзі тарихынан оқыдық. Ал біздің Сапура апамыздың ол кісіден қай жері кем деген мен ойға келіп отырмын. Жанна Даркты әлем таниды. Жанна деген қазақта қыздың аты бар, көп. Мен ойлаймын, соған қойғандар шығар деп. Неге біз қазіргі қыздардың атын Сапура деп қоймасқа? Біз жасыратын жоқ, қазір жастар мына балдардың атын Құраннан алады, Алладан алады, модный аттар қояды. Неге Сапура деп қоймасқа? Неге соны біз дәріптемеске апамызды? Әлия Молдағұлованы әлем таниды десем артық айтпас едім. Әлия Молдағұлованы әлемге танытқан Ғалымжан Байдәбес деген марқұм ағамыз. Сол кісі сияқты Исламғали ағам сізге де сондай табыс тілеймін. Біздің Сапура апамызды осы әлемге танытатындай дәріптеуге сізге Алла қуат берсін. Жалғыз енді бұл істі Исламғали ағамыздың мойнына жүктемей, ел бол, халық бол, осы істі қолға алсақ, мен ойлаймын, бұл бірге жұмыла көтерген жүк жеңіл болады деп. Біз енді өзім тарих пәнінің мұғалімімін. Мен артымызда келе жатқан ұрпаққа өзіміздің тарихымызды ұялмай дәріптей аламыз. Қазақта мынандай сөз бар, ешкімнің ала-жібін аттама дейді, ешкімге қиянат жасама дейді. Біз қазақ халқы ешкімге қиянат жасаған халық емеспіз. Біз тарихымызды ұялмай қай елге барсақ та айта алатын халықпыз. Бүгінгі кездесу өте керемет болды. Бәріңізге тек ендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, ең бастысы еліміз аман болсын. Біз неше жыл бұрын айттық, туристік маршрут жасаңыз. Бізде барған жері оны статус отырғанда, аға қандай керемет. Соған глэмпинг жасасаңыз, орындап, соңыз маршрут ақша табасыз. Сіздің ақшаң бюджетіңіз сондай кішкентай 15 өзіңіз неше 15 миллион жинайсыз ба, жинамайсыз ба? Сондықтан сіз оны көрсетуіңіз керек. Сіз Алияға апарасыз, Абанбайтаққа апарасыз, оның жаңа тұрған жері қандай керемет, қандай орман, қандай өзен, өзінің негізі политический, стратегический статусы өте дұрыс жасалған. Жаңа былай тұрсаң, уже пограничный столб тұр Ресейдің. Сондықтан сіз жоқ, мен глэмпинг жасаңыз, мен сізге айттым, анада білмеймін кім аты уже болған, сол уақытта айттым. Сіз инсценировка, өзіңіздің мына жаңағы мәдениет саласында бар, библиотека бар, балдар бар, олар инсценировка жасайды, ақша табасыз, ақша табу керек. Понимаете, потому что басқа сізде осы болмайды әрқашанда. Қазіргі заман сондай, бірдемені істесең, уже ойлау керек, мен бұдан ақша қандай табам деп. Ол біз емес, не мы такие, а жизнь такая. Сондықтан неше рет айттық, өте әдемі керемет. Маршруты да қандай жақсы. Бүгін ағам айтты, олар жаңа шықты ойылға тұрады, прям көтерілгенде сондай ураган, прям неожиданно болып кетті. Машина тоқтап қалды, жүре алмай қалды. Қызық, вообще интересно, сондықтан бұл кісінің де, наверное, арқасы бар. Кешірсін, мұндай затты айтуға болады, болмайды, білмеймін. Бірақ оны Жанна Дарктың, жаңа ағам айтырған Орлеанская, оны жаңа признают, потом они его образды сказочный болып кетіп жіберсек. Біздер неге соны істемейміз, мен жаңа айтып тұрған, сіңіліне айтып отыр. Ағам жаңа бүгін картинаны балдарға айтып отыр, там өзен. Осындай керемет Елдек өзені да, қандай сулары қандай керемет. Сонда жаңа вообще орны өте керемет жақсы.
и соны жаңағы өзіңіздің прямо көрсеңіз, сізге жаңағы енді сіз творческий адамсыз ғой. Соны жаңағы сол туған жері, қандай образы, мына жаңағы мына қыздардың, мына қызымыздың басындағы мына жаңа келген ободок па, қалай атап білмеймін, мынау қандай кереметі ойындың мына жаңа. Сондықтан мына өзіміз какой-то элемент, қазіргі заманда шапаннан кішкейлер көбісі шығыватқан зат жоқ. И уже көбісі так уже былай етеді. Сондықтан именно какой-то оригинальный элемент жасау керек сату үшін. Мына қабдаға алтын сырға. Сізде қандай кәсіпкерлер бар? Сол жаңағы жентті шығарғанда, мысалы, вы можете сделать жентті, сапура. Сапура, по-моему, нағашы апасының аты болды Әлия Молдағұлованың. Значит, уже болды. Мен бір-екі рет уже кішкентай қыздардың атын сапура дегенді естідім. Сондықтан оны жаңа насихат жұмысын жасағанда бүгінгі таңда уже басқаша, ерекше істеу керек. Баяғыдай методикамен істей алмайсыз. Ол үшін біз өзіміз өзгеруіміз керек. Мысалы, біз ағам екеуміз уже жасымыз үлкен. Бірақ біздер жаңа заманауи жаңа уақытқа өзгеріп жатырмыз, біз өзімізді қалмаймыз деп жастардан. Сондықтан сізге вообще сондай жасау керек. Бүгін мне Гүлжанға мың рахмет, осындай жаңа искусственный интеллектті пайдаланып жаңа жасап жатқаным это мультисериал. Бірақ та жаңа маған ұнаған, мысалы, ана итпен ойнап тұрды. Сонда сондықтан сол итпен байланысқанда сол жаңа соғысып келеді, сонда сөйлескен жаңа қазақтарда иттер бар, какой-то особый жаңағы. Сондайды жасап мультфильмде сол сөйлескені дұрыс, ол жаңа сырласқаны дұрыс дейді. Потому что ешкімге сенуге болмайды, ол ана преображалась без конца. То еркек болады, то әйел болады. Сондықтан сол образды надо правильно раскрутить вам, и жаңағы элементы, это жаңағы ит па, тағы да бірдеме жаңағы, сонда балдар қарайды, понимаете? Вот сонда элементті қосу керек, сонда жаңағы олар қарап тұрады, и басында қалады. Уже аты қалса сапура деген, уже үлкен бұл, біз үшін үлкен жеңіс. Шындығын айтқанда, біз өзімізді, елімізді құрметтеп, насихаттау жұмысын істей алмаймыз, дұрыс емес ол. Оны істеуіміз керек, бәріміз бірігіп істеуіміз керек. Мысалы, жаңа мәдениет саласы, Аблано, солар бәрі істеу керек. Жұбанов университеті бірігіп жұмыс жасамасақ, онда бұл нәтижесі болмайды. Бұның қашама жаңағы Исламғалиев айтып отырса, ағам айтып отырса, сонда авторитетный адам, ол ешкімнің құлағына айтпайды. А бірігіп жасағанда уже ойланып қалады. Негізі біздің көбісі заттың нәтижесі жоқ, қорытындысы бүгінгі таңда. Потому что бізде ауызбіршілігіміз жоғалып бара жатырмыз. Бір-бірімізді құрметтемейміз, мысалы, айтпаймыз бірімізге. Гүлжан керемет, Исламғали керемет жұмысты жасап жатыр. Мен міне бүгінгі келгенде шындығын айтамын, мен арасында қалада болғанда Исламғали үшін келемін. Ол маған ешкім емес. Енді папасын білем, отасын білем, но бірақ сонда да мен просто жаным ашиды. Ол қайта-қайта жанталасып жүгіреді, анаған барады, мынаған барады. А оған не, ол туған апасы емес қой, если разобраться. Сондықтан өзіміз бәріміз сондай болуымыз керек. Біз жаңа өзіміздің поведениеміз, жұмысымыз көрсетуіміз керек, осылай болу керек деп. Потому что бүкіл дүние кім кетіп жатқан жоқ, ешкімді дүнияны ешкімді алып кеткен жоқ ана дүниеге. А істеген істері қалады. Сондықтан соны мына жастарға, қандай міне бүгінгі жастарға қарап көзің тояды, құлағың жаңа естіп жатқан, істеп жатқан. Бақытты болсын. Осындай ұрпақтарды біз дұрыс тәрбиелеп, ертең ел азаматы болып шығады олар. А өзіміз бәріміз ойлауымыз керек, что біз дұрыс тәрбие беріп, бәрімізге тек қана өзіміздің да, тек қана отбасында, а бүкіл халыққа көмек беруіміз керек. Менің ойымша сол осындай жаңа негізі миссия дейді ғой, осындай миссия болу керек. Вот мен білем, ағам, ол өз үшін шығарып жатқан жоқ, жаңа жазып жатқан, бәрі істеп жатқан, қаншама қиындықты көрді ағам. Мен көбісіне даже куәгер, осылай ғой аға, қаншама еңбекпенен. А бүгінгі таңда міне жаңа біз білеміз, құрметтейміз, бірақ ол еңбек, үлкен еңбек ағамның жаңа бүгінгі барлық шығарып жатқан поэмасы, кітаптары. Сондықтан Исламғалиға көмек беріп, но бірақ мен ойлаймын, мәдениет саласы,
білім саласы, университет көмек беру керек. Ертең мысалы Оренбург архивтары ашқанда, оны обязательно там ученый степени адам болу керек. Да, вот ағам, например, мысалы бара алады тоже арасында, может быть, өзіне де ағамды обязательно қосу керек. Айславғали. Почему? Потому что ол ертең біраз материалды алып келеді, қалады. Мына сіңлімізді қосу керек. Ол ертең тағы да поэманы шығарады. Бару керек. Жаңа даже архивті документ құжаттарын көргенде, қолына алғанда особое чувство болады. Ерекше адам баласы соған көргеніне сондай жаңағы окрыленный болып кетеді. Бірақ осы пікірімді қосайын. Мына жерде жаңағы жүнмен жұмыс жасайтын Рабиға апай деп сыйлағанда осы біздің Ақтөбенің біраз несін алып шықты. Инноват отыр, сырмақпен айналысып жүрген. Енді мына сіздердің киімдеріңізді бұрыннан енді театрда болып жүрміз ғой. Театрдағы қазақ қыздарының бұрынғы бейнесінен гөрі енді ол тек қана бір ғана киіммен жүрмейді ғой батыр қыз. Оның бір сондай бір ерекше бейнесін көрсету үшін сол кезінде қазақ сыртты киді ғой. Себебі бір жыл ұрыста жүрген адамның қысқы киімі, жазғы киімі бар. Сол ерекше басқа формада пішінде шығарса деп отырмын. Сол міне жүнді пайдаланып, қазіргі тренд болып жатыр ғой, тонкий жүнден неше түрлі нәрселер жасау. Соны себебі біз үлкен ересек көрерменге, ересек тыңдарманға емес, жас буынға жұмыс жасауымыз керек. Не нәрсені соларға бағыттап ұсынуымыз керек, себебі соларды тәрбиелеуіміз керек қой. Сондықтан Сакураның бейнесінде ұрыс даласынан гөрі тылсым бейнесін көбірек ашу керек. Оның тылсым бейнесін ашу үшін біз тұтас образ табуымыз керек. Тұтас образ қайдан шығады? Ақтөбенің жерінде ұрыс тек қана сол сәтте, сол ғасырда, сол жылдарда ғана болған жоқ. Оған дейін де болған батыр қыздар, ақылды қыздар, тылсым бойында болған аналар бұрында болған. Бұл соның бір ғана адамы болғаннан кейін Сакураның бойында сол жиынтық бейненің барлығын тұтастыру керек деп ойлаймын. Мысалға 1576 жылы Лондонда қайтыс болған Ару Сұлтан қазақ қызы. Демек Сакураға дейін де болды, Сакурадан кейін де болды. Басқан бәрі қойған осы Ақтөбенің жерінде болып өткен айтыскер қыздар, батыр қыздар, керемет келін болған қыздар, керемет ұлды туып өсірген қыздар. Солардың барлығының жиынтық бейнесін сол Сакураның бойынан көрсету керек. Соның бәрін жинақтау керек деп ойлаймын. Бір Сакураның бойынан. Себебі қазіргі театрдың көрерменнің өзі, мысалы өткенде Қоланды барды ғой. Қоланды мысалға мен сияқты көрермендер, біздің Ақтөбенде көрген кезде мен ойладым. Мен күттім қашан Қоланды ерлік жасайды. Қоланды ешкімді шапқан жоқ. Қоландының былай қарағанда біздің елімізде құртқа мен қарлығаның ортасындағы бір керемет сұлу жігіттің бейнесі сияқты. Париж қалай қабылдады? Париж төбесіне көтерді. Демек біз сол әлемдік деңгейге алып шығатын болсақ, бірінші өз ісімізде жақсылап пісіріп алуымыз керек. Оны республикаға мойындап сіңіріп алуымыз керек. Содан кейін барып міндеттерді ол әлемге шығара аламыз. Себебі ол тылсым дүние деген сөз, ол әруақтың өзінің күші бір жағынан келіп қуат береді деген сөз. Сондықтан ұрыс даласынан гөрі, әруақ осылай былайдан гөрі біз басқаша жағынан бірнеше баяндар. Жаңа сіз айтқаныңыз маған қатты ұнады. Адамның мына жаратылыспен, табиғатпен байланысы, ол тылсым күш қайдан келді? Ол мына жаңа өнері бар адамдардың бәрінің бойында бір неміз бар. Біз адамдарға қосылғаннан гөрі біз табиғатпен тілдескенді, басқа нәрсе, біздің балаларға соны бере алмай жүрміз. Балалар өмірге келген тап-таза алып келеді ғой. Жоғалтып отқан өзіміз ғой. Себебі бере алмай отырмыз балаларға. Соны немен береміз, сол жағынан қарастыру керек та. Қай бейнесін алып шықсақ та. Сосын үлкен ғылыми конференцияларда жаңағы осы Сакураға дейінгі көтерілістерді, анау адай көтерілісі болды мейлі. Әрқайсынан бір 5 минуттық, 3 минуттық не жасайтын адамдар болса да, бір үлкен конференция, тұтас бүкіл болған көтерілістердің бәрін қамтып өтетін бір керемет конференция ұйымдастыру керек деп ойлаймын. Университет жасауға Бүгінге дейін біздің Ақтөбеде 5-6 конференция өтті. Әр жерде осы Ақтөбе облысында бұл жерде республикалық, көбінесе сол 4 конференция республикалық деңгейде өтті. Осында бағанадан бері айтылып
жатыр. Бізде архивтік материалдар бар ма дегендей. Архивтік материалдар Қазақстан Республикасының Шоқан Уәлиханов ғылыми зерттеу институтында төрт делодан Орынбор архивінен алынған архивтер жатыр. Ол архивтерді біз алып қолданып жатыр, бірақ біздің Ақтөбе облысының архиві бөлек осы Орынбор архивінен тағы биыл ұсыныс беріп, өздері ерекше, өздеріне алдырады. Соны айтайын дегенім, архивный материал бар. Біреулер айтады, аңыз дейді, осы тарихшылардан басқа мәдениет саласының адамдары мен сұрақ қояды, ол аңызы ғой деп. Мен айтам, аңыз емес, ол Нәйлі Бекмаханова монографиясында бар. Оны істей мәбейтіп, ол неден алады? Ол монографиядан алады. Неге десе, ол деректері бар, ақиқат сондай тұлға деп. Сондықтан деректер бар. Біреулерге сұрап айтатын болса, дерегі бар, архивді материал бар. Кітапхана саласынан келіп тұр Қобда. Негізі Сапура Матенқызды біз 7 жыл танығанбыз. Мен кітапхана саласына 2004-те кірдім, сәуір айында. Наурыз айында біз Сапура Матенқызын театрализованный композицияны көрсетті. Сол кезде Дусаева Камшат бізде Сапура Матенқызы болып шығып жатты ана жерде. Біз сол кезде білеміз. Мен 22 жыл примерно білемін. Нақты оны зерттемегесін, насихаттамағасын, ол бір жылда бір айтамыз да қоямыз негізі. А мен негізі өзім зерттегенім Исатай Таймановты мен Алматыға бардым, архивқа, республиканский архивқа. Сол кезде действительно рукопись берді, қолға бірінші күн барасын жазасын, қай бет керек, не керек именно. Ояққа кәдімге кіргізіп, телефонсыз, тек ручкамен ақ бет болды. Бүкіл ана не банкта сияқты бәрін обзванивать етіп кіргізеді солай. Потому что архив қой енді. Сол кезде действительно қолыма материал алдым. Ол материал Оренбургская губерния деп жазған. Қырғызская бізді бандиты с большой дороги деген екен. Бізді солай айтқан негізі. И ол рукопись кәдімге жазғанда старорусский языкта жазған. 5 мягкий знак, твердый знактар бар ғой, сояқтар. Сол кезде мен ананы оқығанда, действительно соған кіріп кеттім. Сол тарихқа кіріп кеттім да, кәдімге отырдым да, жылардым да, жерде отырып алып. И сол беттерді мен мысалы 60 мың ғана ксерокопиясын сатып алдым, алып келдім. Вот Сапура туралы солай біз беріліп, зерттесек, сол кезде мүмкін бізді насихаттасақ болашаққа, жастарымызға. Оларды үлгі алар, мысалы. Біз айтпасақ, олар қаяқтан біледі. Қазір жастар дым білмейді, негізі. Кітап аз оқиды. Қазір үлкен адамдар оқиды. Зиялы ғалым келіп оқиды, бізде зейнетте жүрген адамдар оқиды, мысалы да. Енді айтып, жеткізу біздің міндетіміз. Негізі Қобдада айтып отырмын ғой, 22 жыл мен білемін Сапура Матенқызды. 7 жыл емес. Менің айтпағымды айтып кетті, жаңағы мен нүктене, нәтижеме осы отырыстың. Енді шеберлерге сөз салғанымызда мойнымызға аламыз деп жатыр, істейміз деп жатыр, қол көмегіміз береміз, оған жұмыстанамыз деп қалған тікелей эфир арқылы да бұнымен жұмыстанып, бұл біздің ортаға салған ұсынысымызды осы тақырыпты көтеруге бізге жәрдем қылатын болса, шеберлерден, яғни біздің теріс шеберлеріміз, мүсіншілеріміз, суретшілердің енді осы жерде тұрған картиналар одан да көп болса, жаңағы бейне пішін картиналардың түрі, портреттер деген сияқты кілемдерге тоқылса, осының бәрі ғажап дүние болып, тарих дүниелер болып қалмақшы. Ал енді барлық қатысушыларға белсенділік танытып, құнды ой пікірлеріменен бөліскендерің үшін алғыс білдіреміз. Осылайша Сапура Матенқызына арналған шығармашылық кездесуімізді өз мәресіне жеткізіп, бүгінгі күнде Батыр апамыздың аруағы қолдау жүрсін деп барлығыңызға рахмет.